Сәлем достар, сонау ықылым заманнан бері сарқылмай келе жатқан қасиетті зәмзәм суының шығу тарихы қандай? Оған Ибрахим пайғамбардың ғалейкуассаламның әйелі Ажардың қатысы қанша? Неліктен бұлақ зәмзәм деп аталды? Осы сұрақтарға асыл аналар айдарымен жол тартып отырған видеоның екінші бөлімінен біле аласыздар. Егер сіздерді миллиондаған қажының сусынын қандырып шипасын тартқан қасиетті бұлақтың тарихы қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз. Әдеттегідей сіздерден көруді бастамас бұрын лайк басып, каналыма жазылып, қоңырауды басып қоюды сұраймын. Ал кеттік ендеше. Айтпақшы, видеоның бірінші бөлімін мына сілтеме арқылы көре аласыздар. Исмаил туғанда Ибрахим 86 жаста еді деген руаят бар. Аллах тағала қалаған пендесіне қалаған уақытта қалаған нәрсесін береді. Аллахтың бұл тартуына әке қатты қуанады. Исмаил шамалы өскен соң Ибрахимге кішкентай нәрестесімен әйелін араб түбегіне апарып тастау туралы уақи келеді. Ол әйелі мен ұлын алып сол жаққа жол тартады. Біраз уақыттан соң жан адам тіршілік етпейтін таулардың арасындағы ойпаң жерге келіп жетеді. Бұл Мекке ойпаты еді. Ибрахим ұлы мен Ажарды қалдырып, өзі кері қайтуға ыңғайлана бергенде: «Сен бізді қайда қалдырып бара жатырсың? Не су жоқ, не үй жоқ. Біз құрудың сәл-ақ алдындамыз ғой», дейді Ажар. Ибрахим жауап қатпайды. Кім өзінің қартайғанда Құдайдан тілеп алған жалғызын адам аяғы баспаған, қаңыраған қу шөлге тастайды? Бұл Аллахтың бұйрығына жан тәнмен берілудің, әрі жүректің тереңіне бойлаған иманның айғағы еді. Не істерін білмей абдырап қалған Ажар анамыз күйеуінің артынан ілесе: «Бізді мұнда қалай тастамақсың? Ең болмаса, жақын бір шаһардың маңына апарсаңшы», дейді. Ал Ибрахимде үн жоқ. Сонда Ажар ерекше бір сөз айтады. Ол: «Ей Ибрахим, мұны саған Аллах бұйырды ма?» дегенде барып Ибрахим «Иә» деп жауап қатады. Демек, бұл уахи. Ал уахиға бойұсынбау, Аллахтың әміріне бағынбау мүмкін емес. Ол ислам. Ал ислам дегеніміз Аллахтың бұйрықтары мен тыйымдарына ешқандай қарсылықсыз, екіленусіз, шүбәсіз, дау-дамайсыз толық бағыну. Сол кезде ғана кемел иман көрініс табады. Бұл нағыз мүміннің сипаты. Осы тұста бізге Ажар анамыздан Аллахтың әміріне бойсыну керектігін көрсететін мәңгілік өшпес тәлім қалған. Ол Ибрахимнің жауабынан қорытындалып: «Демек, Аллах бізді құрдымға тастамайды» деп сабасына түседі. Міне, Ажар анамыздың өнегесі. Сонымен Ажар анамыз қалады да Ибрахим кері қайтады. Анасы мен баласы екеуден екеу елсіз, сусыз сахарада күн кешеді. Алып қалған азық ауқаттары таусылады. Анасының сүті де тартылып, аштықпен шөл қысқан сәби жылай бастайды. Баласының шыңғырғаны жанына қатты батқан ана жүрегі қобалжиды. Адам баласының сезімдерін саралар болсаңыз, ананың баласына деген пәк, таза махаббатына тең келер ештеңе таппайсыз. Бұл әсіресе қолындағы баласын жоғалтуға шақ қалып тұрған ананың жағдайында айқын көрініс табады. Осындай жағдайда иен далада бірдеңе істеуге шарасы қалмаған ананың орнына өзімізді қойып көрейікші. Бауыр еті баласы үшін қиналып не істерін білмей дағдырған ана, әлде бір көмек, жәрдем болама деген үмітпен маңындағы төбелерге шығып төңірекке көз жүгірте бастайды. Сафаға шығып маңайды шолып қарайды. Әрине, бұл кезде қағба салынбаған. Зәмзәм суының көзі ашылмаған еді. Енді Ажардың жанары сол маңдағы жақын төбе Мәруаға түсіп, сол жаққа қарай бет алады. Төбеге шығып, жан жаққа көз жібереді. Ажар үшінші бір төбеге шығып қарағысы келеді де, баласынан ұзап кетуге қауіптеніп, қайтадан Сафа басына шығады. Одан да байыз таппай, қайтадан Мәруаға келеді. Абыржыған ана екі төбенің арасында ерсілі-қарсылы осылайша жүгіре береді. Ана жүрегінің қысылуынан, абыржуынан, қобалжуынан туған бұл әрекет мұсылмандар үшін оның өзінен кейін мәңгілік рәсім болып қалыптасатынын ол өзі білген жоқты. Санаққа алар болсақ, Ажар анамыз Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүгіріп өткен. Осылайша Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүгіруді Аллах тағала ұлы дін негіздерінің бірі қажылықтың үрдістерінен етіп, мәңгілік рәсімге айналдырды. Бұл үрдісті орындамай, қажылық толық саналмайды.
Біз Сафа мен Мәруаның арасында жүгіргенде мағыналық түрде не істейміз? Сол бір әйелдің әрекетін жаңғыртамыз. Сол бір ана жүрегінің іс әрекетін қайталаймыз. Бұл көріністегі тағы бір ғибрат адам баласының қарап отырмай әрекет етуі. Ажар анамыз айла шарасы жоқ болса да, үмітін үзбей, жәрдем боларлық әрекет жасады. Мұсылман да осылайша әрекет етуі керек. Бірақ бұл әрекет Аллахтың әміріне қарсы шығу деген сөз емес. Ажар анамыз өзін Аллахтың құзырына тапсырып, жалаң тәуекелмен қарап отырмастан, Сафа мен Мәруаның арасында ерсілі-қарсылы жүгіре, қолынан келген себепті жасап, нағыз тәуекелге сәйкес іс қылды. Ойланып қараңыздаршы, әйел әрекетін мәңгілік дін негіздерінің бірі етіп бекіткен жер бетінде қандай дін, қандай бірлестік, қандай қоғам, қандай қауым бар? Ал ислам солай ұйғарды. Қажылықта мұсылмандар бұл аралықта сол әйел қалай жүгірсе, дәл солай жүгіреді. Сол әйел қандай әрекет жасаса, дәл сондай әрекет жасайды. Дүниеде біз білетін қандай дін әйелге осындай дәрежеде құрмет көрсетті. Исламның әйелге деген құрметі бұйрықтар мен тыйымдар түрінде, сөз жүзінде ғана емес, іс әрекет арқылы да бекітіліп, діннің бір бөлшегіне айналған. Ажар анамыз екі төбенің арасында жан ұшырып жүгіріп жүргенде, көктен Жәбірейіл алейхиссалам түсіп, Исмаилдың алейхиссалам қасынан өзінің 600 қанатының бірімен Зәмзәм бұлағының көзін ашады. Міне, осылайша Исмаил мен Ажар анамыз аман қалады. Осы сәттердің бірінде Журхум деген тайпа суы бар қоныс іздеп жүргенді. Бұлар йемендік таза араб тайпасы болатын. Олар Зәмзәмнің төбесінде құстар айналшықтап ұшып жүргенін көріп, біз бұл жерді білеміз ғой, мұнда су жоқ сияқты еді, құстар неге ұшып жүр деп, бір кісіні төңіректі шолуға жібереді. Олар барып, ен далада шығып жатқан суды көріп келіп, тайпасына хабар береді. Олар келген кезде, баласын қолын алған бір әйелдің суды қолмен көсіп, оның құмға сіңіп кетпеуінен қорқып абдырап, «Зәмзәм, Зәмзәм, жинал, 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 жинал» деп отырғанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер ол Ажар оны бұлақты жайына қалдырғанда, бұл бұлақ ағын өзен болар еді деген. Бірақ ана жүрегі баласын аман алып қалуға себеп болған судың құмға сіңіп кетуінен қорқып, «Зәмзәм, жинал, жинал» деп тоқтатқанды. Қияметке дейін Аллахтың керемет мұғжизасын айғақтап тұрушы бұлақ осылайша Зәмзәм деп аталды. Журхум тайпасының адамдары бұлақтың иесі ретінде Ажарға ілтипатпен келіп, сен рұқсат берсең, біз осында тұрақтап, мына судан пайдаланғанымыз үшін саған белгілі бір мөлшерде ақы төлеп тұрайық дейді. Ажар бұл ұсынысты мақұл көріп келіседі де, Зәмзәм бұлағы Ажар анамыз бен ұлы Исмаилдің күн көріс көзіне айналады.